Қазақстан және Өзбекстан. Олар көрші, олар ағайынды, бірақ алаңда қарсылас. Жолдары 7 рет түйіскен екі футбол ұжымы. Бұл тартысқа толы шайқас. Бүгін біз Орталық Азия дербиі саналатын Қазақстан мен Өзбекстан ұлттық құрамалары арасындағы барлық матчтарды шолып шығамыз. Барлығы 1992 жылы басталды. 16 шілдеде Алматының орталық стадионында өткен жолдастық матчта Қазақстан құрамасы Бахтияр Байсейітовтің бапкерлігімен қарсылас қақпаға жауапсыз бір допты оғытып жеңіс тойын тойлады. Көзге түскен шабуылшы Руслан Дүзманбетов еді. Араға 3 ай салып, Ташкенттегі Пахтакор стадионында өткен жолдастық кездесуде тең есеп тіркелді. Ойынның 16 минутында Руслан Дүзманбетов есеп ашты. Көп ұзамай Өзбекстанның шабуылшысы Азамат Абдраимов 11 метрлік айып добын сәтті орындап таразы басын теңестірді. Кездесудің екінші жартысында ол командасын алға шығаруға жақсы мүмкіндікті жіберіп алды. Оның қайта пенальтиден соққан добын бұл жолы Қазақстанның қақпашысы Виталий Кафонов қағып үлгерді. Қорытынды есеп 1-1. Қос команда арасындағы үшінші кездесу 1994 жылдың 13 сәуірінде өтті. Пахтакор стадионда 45 мың көрермен жиналды. Ол кезде Қазақстан құрамасының тізгінін Бауыржан Баймұхамедов ұстап барды. Тартысқа толы өткен матчта Рустам Акрамовтың шәкірттері ақыры қарсылас қақпаның кілтін таба білді. Жалғыз гол ойынның соңына жақын қалғанда 11 метрлік айып добынан соғылған. Көзге түскен қорғаушы Александр Тихонов. 3 жылдан кейін қос құрама ресми матчта кездесті. 20 қыркүйек Алматының орталық стадионы 12 мың көрермен. 1998 жылғы әлем чемпионатына іріктеу кезеңі. Қазақстан құрамасының бапкері Серік Бердалин, Өзбекстан командасын Рустам Мирсадиков басқарды. Бұл кездесуде алғашқы гол 84 минутта соғылды. Ойынның екінші жартысында Азамат Ниязымбетовті алмастырған шабуылдайтын жартылай қорғаушы Руслан Балтиев 11 метрлік айып добын сәтті орындады. Дегенмен араға 1 минут салып Өзбекстанның шабуылшысы Олег Шацких есепті теңестіріп командасын жеңілістен аман алып қалды. Достар, егер сіз өткен ойындардың қорытындысынан хабардар болғыңыз келсе, төменде видеоның сипаттамасында көрсетілген сілтеме арқылы Спортпульт сайтына өтсеңіз болады. Бұл әлемдік футболдың жаңалықтары, инсайдерлік ақпараттар, пікірлер, сараптамалар, болжамдар мен ең шулы жанжалдардың көзі. Сондай-ақ онда барлық матчтардың лайв нәтижелерін бақылап, алдағы ойындардың күнтізбесін және чемпионаттардың турнирлік кестелерін көруге болады. Футбол әлеміне толық ену мүмкіндігін пайдаланып. Көп ұзамай қос құрама 1998 жылғы әлем чемпионатына іріктеу кезеңі аясында қайта кездесті. Қазақстан футболшылары Ташкентке келді. Шаһардың орталық стадионына 25 мың көрермен жиналды. Бұл жолы Өзбекстанның тізгінін ұстаған бапкер бразилиялық маман Бира Вейга. Кейін ол Пахтакор клубының да бас жаттықтырушысы қызметіне тағайындалады. Бұл кездесуде Өзбекстанның шабуылшысы Игорь Шквырин 17 минутта есеп ашты. Кейін тағы көзге түсіп дубль жасайды. Ал ойынның бірінші жартысының аяқталуына небәрі 1 минут қалғанда қорғаушы Андрей Федоров 3-ші доптың авторы атанды. 4-ші гол жартылай қорғаушы Мирджалол Қасымовтың еншісінде. Осылайша Қазақстан Өзбекстан аяқдопшыларына ойсырай жеңілді. 10 жылдан кейін қос құрама қайта кездесті. Бұл жолы жолдастық матч Шымкенттегі Қажымұқан Мұңайтпасов атындағы стадионда өткен. Голландиялық маман Арно Пайперстің шәкірттері шабуылшы Мұрат Сүймағамбетовтің соққан голының көмегімен 13-ші минутта алға шықты. Дегенмен бірінші таймның соңына дейін Рауф Енилиев басқарған Өзбекстан құрамасы шабуылшы Александр Гейнрихтің көмегімен таразы басын теңестірді. Қорытынды есеп 1-1. Қос құрама арасындағы соңғы кездесу 2022 жылы Өзбек жерінде өтіп, алаң қожайындарының жеңісімен аяқталды. Ойынның бірінші жартысында Хожамат Эркинов және Ильдор Шамуродов гол соққан. Сол кезде Өзбекстан бапкері словениялық Сречка Катанец еді. Ал Қазақстан құрамасының тізгіні Магомед Адиевтің қолында болды. Осылайша құрамалар 1992 жылдан бері өзара 7 матч өткізіп үлгерген. Олардың бірінде Қазақстан жеңіске жетсе, 3 мәрте Өзбекстанның мерейі үстем болды. Және 3 ойында тең есеп тіркелді. Қос команданың барлық кездесулерін қоса есептегенде Қазақстанның еншісінде 4 доп, ал Өзбекстан құрамасында 10 гол бар.
Жақында ғана маңызды жаңалық жарияланды. 2025 жылы Қазақстан құрамасы Өзбекстанмен жолдастық матч өткізуді жоспарлап отыр. Бұл туралы Қазақстан футбол федерациясы президентінің кеңесшісі Нұрсұлтан Құрман Sport Pulse YouTube арнасына берген сұхбатында айтты. Оның сөзінше қазір келіссөздер жүріп жатыр. Матч биыл күзде Шымкент немесе Түркістан қаласында өтуі мүмкін. Және бұл Қазақстан құрамасы үшін жылды қорытындылайтын ойын болмақ. Жаңалықтарға толы болған сұхбаттың толық нұсқасын Sport Pulse YouTube арнасынан көруге болады. Сонымен орталық Азия дербиі қайта жанданбақ. Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы әр матч жаңа тарау, жаңа сынақ. Кезекті ойында қай құрама жеңіске жетеді? Арнамызға жазылып, пікір қалдырыңыз.